Дәл бүгінгі өмірмен сүруді үйреніп, дәл бүгінгі өмірге рахмет айтып, дәл осы қазір өзім түзетуде үлкен нәтиже алған адамдардың бірімін. Енді сіздің жақсы өзгеріске ие болуыңызға, мысалы Шекспир былай дейді: егер адам тіршілік жоқ болса, оны бар сияқты қылып көрсетіңіз дейді. Өйткені адамның бойында бір жақсы қабілет, қасиет барын ең бірінші өзге біледі екен, жанында жүрген адам біледі екен. Сондықтан егер сіз көздеген мақсатқа оңай жете аласыз және қатені түзету еш қиындық тудырмайды деп өзіміз сондай бір мақсатқа қарай күш беретін болсақ, күштің сиқыры бар, сөздің сиқыры бар, нәтижесінде үлкен жетістікке әлем бағындыруға мүмкіндік аласыз. Және де осы бір керемет нәрсе, адамдарды түсіну кезінде, әуелі адамдарды бір қабілетін тану кезде сондай бір керемет нәрсе, ол тек қана жылы сөз екен. Жылы сөз сөйлейік, аман бол.